Қайырлы күн, ешкі сүйер қауымдар, мал жандарыңыз бәрі аман ба? Аллаға шүкір. Бүгін Альпи лағымды түсіріп жатырмын. Мен жайлап шөп жеп жатыр. Жаңа сүтін ішіп алды. 0,5 баклажкаменен 3 мезгіл сүт беріп тұрмын. Енді шөп жеп жатыр. Мына жусан ау деймін. Жусан сияқты. Енді кішкене көкшөп шықса, көкшөпке ауыздары ілініп кетсе, кішкене ма жайылысқа шығарам ғой мына жерде. Мына жерде бар. Шығарам соған. Мені. Менің ақпанбайым шөп жеп жатыр. Так, 16-сы 1 ай 5 күн болды. Бүгін 16-сы 11 февральда туылған. Ақпанбай деген бұл текешік. Текешік. Қазір сүтін беріп, сосын мына сабанын байлап жатыр едім. Жесін деп. Плюс 7-8 болып тұр енді. Бірақ жел бар. Бір салқындау жел бар, бірақ ана бір салқын емес. Вроде күн шуақ, күн жақсы, но жел. Енді амалдар басталады ғой. Шүкір, міне ақпанбай сүтін ішіп, шөбін жеп тұр. Енді бір кішкентай шелекпен су қоям, сонымен су ішіп үйреніп нетсе, жайлап сөйтіп кетеміз ғой, аузымыз көккілініп кетсе. Түсірейін дегенім осы ғой. Амала менің екі шыбышым Зәлпи менен. Мынау Зәлпи, Занен мен Альпидің шатысы. Содан Зәлпи деп атадым келгесін. Сіңлімнің текесі. Ертең екі шыбышым декретке шықсын, сосын жіберем. Екі шыбыш декретке шыққасын, күйеу баланы жібереміз үйіне. Міне, жаңалықтар болып жатса, тағы да түсіріп көрсетермін. Осындай жаңалық. Мынау менің Альпишкім, Альпи ақпанбай. Пока ештеңе жасап отырған жоқпыз, тек қана сүтіменен шөбін жеп жатыр. Ештеңе еткен жоқпыз. Осы көктемде енді ектірет дейді. Енді ектіретін болармыз. Мына үлкен шыбыштарым бар. Ектіретін болармыз енді жайлап. Егеміз ғой, құртқа қарсы, ауруларға қарсы, тағы бірдеңелер. Бұлардың да бір нелері көп қой енді бар ғой, малды ауырады. Қайта ешкі малы көп ауырмайды дейді. Бұлар тек биттейді ғой, бүргелейді. Сол жағы кішкене қиын болар, бүргелейді ғой ешкі деген. Атак жалпы ешкі көп ауырмайды дейді. Бұған тек жаңағы бір заразный тістейтін таскене сияқты бірдеңелерден ауру жұқпаса, қанына түскен. Ана бір сондай аурумен қатты ауырмайды дейді. Ешкі малы жақсы болып тұр. Аллаға шүкір, енді көреміз алға қарай қандай болатынын. Заман тыныш болсын. Аллаға аманат. Аман болайық бәрімізде.